Жақында бір жағдай болды. Үлкен трассада сұмдық бір авария болды. Үлкен жүк машинесінің астына жеңіл машинемен кеп бір жігіт тормоз ұстамай кіріп кетеді ғой. Арт жағынан кеп кіреді, артынан кеп кіреді. Ана кетіп бара жатқан машинаның артына кіреді. Ел шу ете қалады, барып қараса, көліктен түк жоқ. Көлік бар ғой, консервный не сияқты, қалбыр сияқты былай жиналып қалған ғой. Ана үлкен машинедегілер де түсіп қарап жатыр. Барған кезде екі көздері мынандай болды ғой. Ана рульде отырған жігіт космос корабліне ұшқан баяғы Тоқтар Әубәкіровтер сияқты мынандай жер сап-сау. Бүкіл машина жиналып қалған, бірақ рульде отырған жігіттің төңірегі бір скафандра кигізіп қойған сияқты отыр ғой былай. Сап-сау, бір тамшы қан шықпаған. Сонымен бәрі таңғалады. Енді больницаға апарайын десе, больницаға апарудың керегі жоқ жаңа жігіт. Сонымен осы оқиғаны бір имамға айтқанбыз ғой енді, ақсақалға. Сөйтіп ол кісі айтты, ана жігіттен сұраңдаршы, қай жақтан келе жатыр екен деді. Сонымен енді барып жаңа авариядан аман қалған жігіттен сұрамаймыз ба? Қайдан келе жатыр едің деп. Бір жерде қызмет жасайды екен, қызметке тұрыпты. Бірінші жалақысын алған екен, бірінші жалақысын. Сол бірінші жалақысын алып, әкесі мен шешесіне апарып, қолына салып, қуандырып, балам қайда жүрсең аман жүр деген батасын алып келатқан бет екен ғой. Бұл әке шешенің дұғасы деген, бұл аспандағы жұлдызды жерге түсіретіндей үлкен сұмдық күшке ие, Құдайдың бір құрмет қойған адамдары ғой. Ал сол әке шешенің ақ батасын алмаса, баланың еш уақытта жолы болып жоғарылауы қиын. Қай заманнан келе жатқан бұл қағида? Неге осы енді жасымыз 45-ке келді, талай табысқа жеттік, талай жерде атымыз шықты, айтысқа қатыстық уақытысында. Айтыстан 20 машина ұтып алдық, айтыстан квартира ұтып алдық, әйтеуір жанымыз салып өлең айтып жүр. Сол кезде әжем айтатын еді. Балам, жолға шығарда ана қара шаңыраққа бар, Тұрсынбай атаңнан бата алып кет дейді. Мен басында түсінбейтін едім, әжем де тек қоймайды. Барам, соны әжем айтып қояма. Аналар шелпегін тоқашын пісіріп отырады, апам екеуі. Кірем, ата айтысқа кетіп барады, батаңызды берді. Отыр. Отырғызады, ана ауыз тигізеді да, сосын жақсылап тұрып фатихасын, аятыл күрсін оқып батасын береді да, енді ар жағын өзің білесің ғой қалай айтсасың деп шығарып жібереді. Шынында да соқсын батасы қабыл бола ма екен, бір Алланың берекесі жауы ма екен, үлкеннің алдын аттамаған адамның әйтеуір жолы болмаған кезін көрген жоқ. Себебі бұл үлкен адамның қасиеті деген әке шешенің ризашылығы, Құдайдың ризашылығы байланып тұрады екен ғой. Әке шешенің ренішіне Құдайдың реніші байланып тұрады екен ғой. Сондықтан бағанағы айтқандай, дүниенің ілімін игерсек те, теңіз кешіп білім алып келсек те, анау үйде жатқан қара кемпір, қара шалдың ризашылығын алмай, көкке де шыға алмайсың, жерді айнала алмайсың.